Мәслихаттарды түбегейлі өзгерістер күтіп тұр. Сәйкесінше енді депутаттар халыққа тіпті жақындай түспек. Себебі басты назарда бос сөзбен құрғақ уәде емес, нақты әрекет алынады. Оң өзгерістер туралы тілшіміздің келесі бейнематериалында. Мемлекет басшысының наурыз айындағы жолдауында мәслихаттарға ерекше назар аударылған еді. Енді субъективтілік үшін мәслихат төрағасы деген лауазым енгізілетін болады. Сондай-ақ республикалық маңыздағы облыстар мен қалалардың әкімдері жанама түрде сайланатын болды. Сайлаушылардың мүддесін қорғау мақсатында жүйені өзгертуді ұсынды. Осының бәрі депутаттар мен сайлаушылар арасындағы байланысты нығайтуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ халықтың ықпал етуінің қосымша тетігі болады. Өйткені сайлау алдында уәделері тиісінше орындамаған жағдайда кері қайтарылып алу мүмкіндігі пайда болады. Өзгерістер біртіндеп жүзеге асады. Жылдың соңына дейін Конституцияға 30 өзгеріс енгізіліп, жаңа 20 заң қабылданады. Өз кезегінде бұл мәслихаттардың жұмысын бір жақты етуге септесіп, оң өзгерістер әкелмек. Жалпы жолдауда айтылған барлық бастамалар ауқымды екенін атап өткен жөн. Олар елдің саяси жүйесі мен әкімшілік аумақтық құрылымын айтарлықтай өзгертеді. Олардың жүзеге асыру үшін өздеріңіз білетіндей Конституцияның 30-дан астам бабына өзгертулер енгізу қажет. Жыл соңына дейін 20-дан астам заң қабылдауымыз қажет. Облыста салынып жатқан әлеуметтік нысандар, жаңартылған аулалар, жолдар, көшелер әрқашан біздің депутаттардың бақылауында екенін білеміз. Бірақ Павлодар облыстық мәслихатында 32 депутат отырса, олардың барлығы тиісті аумақтарға жауапты. Яғни сол жердің халқымен таныс болуы керек. Бірақ халық қалаулылары біз ойлағандай белсенді емес. Оның себебін де мәслихат төрағасы түсіндіріп өтті. Депутат өзі партийный спискпен сайланғаннан кейін, ол партияның алдында жауапты ең бірінші. Халықтың алдында емес. Сол себептен міне қазір осы өзгеріс болғаннан кейін, заңға өзгеріс бәрін кіргізгеннен кейін, келесі жыл мысалы көктемде сайлау болатын болса, мына мәжілісте 30% пропорционально партийный список, 30% мажоритарно, ол әрбір облыстан өз кандидат депутатқа болады мәжіліске. 70% пропорционально партийный спискпен. Ал облыс көлемінде 50% пропорционально, 50% мажоритарно. Әрбір ауданнан, мысалы, облыс мәслихатқа өзі депутаты болады. Қала мен аудандарда толығымен мажоритарлық жүйе болады. Сол кезде ғана тұрғындар өз аудандарына жауапты халық қалаулысын білетін болады. Айта кетейік, жалпы алғанда өңірде қазір 190 депутат. Оның ішінде облыстық 32, қалалық 24, Екібастұзда 16, Ақсуда 12, 4 аудан Ақтоғай, Аққулы, Май, Успен аудандарында 10 халық қалаулылары, қалған 6 ауданда 11 депутаттан сайланған. Самал Қалиқызы, Досымбек Тоқай, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.